Барша жанға сәлем, бұл Мейірбек арнасы. Бүгінгі видеомызда машина жасайтын боламыз. Өте керемет жүретін көлік, модсыз еш сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал мен видеомда бастай берейін. Бізге баллондарын жасау керек, алдымен былай және былай. Сосын слизм блоктарды осылай төбесіне қойып шығамыз. Және де дәл осылай төбеге көтеріп, тағы да. Сосын астына наблюдатель қою керек болады. Наблюдательден кейін бізге лепке поршын, одан кейін слизм блок, және де осылай қойып шығамыз. Машинаның алды типа. Ал енді бізге біреу, екеу, үшеуге осылай қойып, екеуін бүйтіп қойып шығамыз екі жағына да. Біреу бос қалу керек. Баллоны, артқы баллонын қоямыз. Типа мынау машинаның арты болу үшін осылай қоя саламыз. Одан кейін бізге жай поршынды алып мына жаққа немесе ар жаққа қойсаңыздар болады, өздеріңіз білесіздер. Ал машинаның сәні үшін мына жерге пойыз жолдармен вагонетка қойып отыратын қыса болады. Жарайды, міне қараңдар. Енді осылай қойып жерсеңіздер, ол жүреді. Егер алып тастасаңыздар, тоқтап қалады. Көрдіңіздер ме? Осындай өте кереметке модсыз машина жасауды үйреттім. Сендерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса лайктарыңызды басып жіберіңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.